Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Күндеріңіз қалай өтті? Жақсы ма? Онда сіздермен бүгін біз сайт жасауды үйренетін боламыз. Сайт жасау сөзге қиын болғанмен, ойлағанда қиын болғанмен, негізі әрекет жасасаң, бір күн мен бір аптаның көлемінде сайтты керемет сатылап келетін сайтты жасауға болады. Ең маңызды сайтта не маңызды? Дизайн мен оның контенті маңызды. Сайтты құрастыру не проблема жоқ. Сондықтан да сіздерге айтатыным, сіздер бірінші Google-ға кіресіздер. Google-ға кірген кезде поисковый жерге ELP платформа деп жазсаңыздар, сіздердің алдарыңызға Google-дың өзі шығарып береді. Басты бірінші жерде осы платформа тұр. Соған сілтемеге кіреміз. Кірген кезде бізде бірінші шығатыны платформаның өзінің сайты. Мінекей платформаның өзінің сайты. Жалпы бұл Apple платформа деген не, қанша клиенттер бар, қанша клиенттер істеп жатыр, соның бәрін осы сайттың платформаның сайтында көруге болады. Сайт батырмасын басамыз. Басқаннан кейін бұл платформаға тіркелу үшін, яғни айтқанда, сайт батырмасын басамыз. Басқаннан кейін бізге шығатыны бұл, яғни айтқанда 14 күн тегін алу үшін мына жаққа есімің мен электронный почтаны жазу керек. Мен сіздер үшін жаңадан жазайын. Менің есімім Саят. Ал мына жаққа өзімнің Gmail'ымды жазып жатырмын. Кеткен кезде сіздерге письма барады. Парольмен. Сосын сізде автоматически, яғни авто түрінде тез арада кіріп кетеді. Кірген кезде сіздерге сұрақ қояды. Жалпы бұл сұрақтар сіздің компанияңыз қандай, не бар, соның бәрін білу үшін. Бұл не үшін керек? Бұл сізді мынау платформа создать еткен создатель сіздің кім екеніңізді біліп отыру үшін. Мысалы, название компании не деп жазсақ болады? Название компанияны мысалы біз автоваранка дейік. Жалпы мен өзім автоваранкамен айналысам ғой, сондықтан да автоваранка дейік. Біздіңкі маркетинг. Мен ол жақта немін? Мен ол жақта яғни айтқанда сол автоваранка ашқан адамдардың бәрімін, иә? Мен мысалы бір-екі сайт дейік, 5 адамға дейін жұмыс істейік. Сосын мына жақта Алматыны таңдаймыз. Завершить настройку батырмасын басамыз. Сосын ок. Мына жақта бұл бірінші тіркегеніңізде шығатын бөлім. Бұл бөлімде не айтылады? Жалпы бұл кезді біз екінші сабақта қарастыратын боламыз. Осымен біздің бірінші сабағымыз тәмам. Ендігі келесі сабақта мен доменнің заявка қайда түсетінін, статистиканы, интеграцияны, жалпы страницаны, тарифтер жайлы қалай төлем жасау керектігін мен сол келесі сабақта айтатын боламын. Келесі көріскенше аман сау, саламатта болыңыздар. Сіздермен болған мен Саят Ахмет, менімен болғандарыңызға рахмет.